Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан жерінде жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмеге бір ғана лайктен деп сілтемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Қазгидромет ауа райына байланысты дауылды ескерту жасады. Бүгін 23 қыркүйекте Қазақстанның 14 облысында ауа райына байланысты дауылды ескерту жарияланды деп хабарлайды Түркістан.кз Қазгидромет РМК-ға сілтеме жасап. Синоптиктердің мәліметінше, еліміздің бірқатар өңірлерінде қатты жаңбыр, найзағай, бұршақ жауады, кей жерлерде тұман түсіп, жел екпіні 15-25 метр секундқа дейін жетеді. Атап айтқанда, Алматы облысының таулы аумақтарында жаңбыр менен қатарда қар жаууы мүмкін. Шығыс Қазақстан мен Абай облысында бұршақ күтіледі. Қарағанды, Жамбыл, Жетісу және Павлодар облыстарында найзағай мен қатты нөсер жауын болады. Сонымен қатар Қызылорда, Түркістан, Атырау, Батыс Қазақстан және Қостанай облыстарының кей аумақтарында өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады. Алматы қаласында таңертең және күндізгі қатты жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, жел екпіні 18 метр секундқа дейін жетуі ықтимал. Төтенше жағдайлар қызметі тұрғындардың сақтық шараларына қатаң сақтауын ескертеді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.